Мен әлсізбін. Сынақтарым өте көп. Әнші Айдана Меденова хиджабты неге шешіп тастады деп айыптағандарға өз шындығын айтты. Әнші Айдана Меденова сұхбат беріп, хиджабқа қатысты сауалдарға пікірін білдірді. Бұл туралы Алаш.kz сайты хабарлайды. Әнші Меденова намазға бет бұрғаннан кейін араб жазуларын үйреніп, бір жыл ішінде араб тілін түсіне бастағанын жеткізді. Ол иман жолына түсу үшін дінді терең зерттеп, Құран кәрімді оқып үйренген. Дегенмен әнші бірнеше ай бұрын орамалын шешкенін айтты. Басты себеп сахнаға қайта оралғысы келуі. Меденова өз тәжірибесін былай түсіндірді. Мен өзімді шынайы әлсізбін деп атауға болады. Өнерге әлсіздік таныттым. Оған құмармын. Өнер маған басқа эмоциялар береді. Өмірде әртүрлі кезеңдер болады. Ал қазіргі уақытта маған өнер қажет. Әнші намаздан қол үзбегенін атап өтті. Сонымен қатар, сахнадағы міндеттерін орындағаннан кейін орамалға қайта оралу мүмкіндігін жоққа шығармады. Меденова хиджабпен жүру оған ыңғайлы екенін де жеткізді. Құрметті көрермендер, Айдана Меденованың бұл пікірі көп адамға ой салатын, түсінуге болатын әңгіме. Өйткені дін де, өнер де адамның ішкі дүниесімен тікелей байланысты жолдар. Біреу дінді таңдайды, біреу өнерді. Ал біреу екеуін қатар алып жүруге тырысады. Айдананың өз әлсіздігін жасырмай айтуы батылдық. Ол біреуге ақыл айтқан жоқ, біреуді үгіттеген жоқ, тек өз басынан өткенін бөлісті. Қарапайым халыққа да дәл осындай шынайы сөздер жақын. Өмірде адам кейде бір нәрсеге беріліп, кейде басқа арнаға бұрылып жатады. Бұл қалыпты жағдай. Хиджаб тақырыбы қоғамда әрдайым талқыда болады. Бірақ бұл әр адамның жеке таңдауы екенін ұмытпауымыз керек. Айдананың намазды тастамауы, дінге деген құрметін сақтауы маңызды жайт. Өнерге қайта оралуы да оның өмірлік шешімі. Мұнда біреуді кінәлауға немесе сөгуге негіз жоқ. Әркім өз жолымен жүреді, ал уақыт бәрін өз орнына қояды.